Баршаңызға сәлем. Сіздермен тілгеспек жоқтың карантиннен шығарылымы. Алдағы 1-2 аптада бағдарламамызды үйден жазатын боламыз. Сіздерді де үйде көбірек отыруға шақырамын. Сонымен қытайлық коронавирус және Ресей мен Сауд Арабиясының арасындағы шиеленіс Қазақстанда төтенше жағдайға алып келді. Доллардың бағасы 450, тіпті 500 теңгеге дейін өсіп, вируспен ауырғандардың саны елімізде 27-ге өсті. Жаңалық көп, бірақ ең бастысы әрине бүгін таңертең жарияланған экономиканы қалпында ұстау пакеті. Олардың ішінде кәсіпкерлерді уақытша несие төлеуден босатуда бар. Ал кәсіпкер емес жалпы халық несиелері қалай болмақ? Сол туралы әңгімелесейік. Кеттік. Сонымен еліміздің бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин наурыздың басында Қытайда өршіген коронавирус 11-16 наурыз арасында елімізге наконец-то келуі мүмкін деп ел талқысына түскен болатын. Әйтсе де 125 елде өршіп тұрған вирус Қытаймен шекаралас Қазақстанға ең соңғылардың бірі болып келіп, ең бірінші науқас осыдан бірнеше күн бұрын 13 наурызда анықталды. Олар Германиядан Алматыға ұшқан екі қазақстандық болып шықты. Ауырғандардың ішінде кейбір мағлұмат бойынша Астанадағы сот алқасының төрағасы Тілектес Бәріпбаев та бар. Өзінің жеке бизнес самолетымен Германияға ұшып барған ол бала-шағасы, әйелі, тоқалы және оның балаларында жұқтырған көрінеді. Судьяның тоқал ұстап жеке самолет алуға ақшасы қайдан шыққан, осы жерде біреу тергеп сұраса ғой шіркін. Кейінірек Астанамызда да коронавирус тіркелді. Сонымен қазір елімізде 4 күн ішінде 27 адамнан вирус анықталып, мыңдаған адам карантинге түсті. Онымен қоса 16 наурыз таңғы сағат 8-ден 15 сәуір таңғы сағат 7-ге дейін елімізде төтенше жағдай жарияланды. Төтенше жағдай кезінде дүкен базарлар қалай жұмыс істейді? Той жасауға бола ма? Шетелде жүрген қазақстандықтар елге қайтып келе ала ма? Сол сұрақтарға жауап беріп көрейік. Алдымен қоғамдық тәртіпті бақылау күшеюде. Көшеде полиция саны артуы мүмкін. Екіншіден, аса маңызды мемлекеттік және стратегиялық ерекше режимдегі мекемелердің, яғни әкімшілік, ауруханалар, мектеп, прокуратура, сот, полиция бөлімшесі, салық бөлімшелері, халыққа қызмет көрсету орталықтары, содындар, Қазақстан аумағындағы халықаралық ұйымдар, елшіліктердің ғимараты, әскери бөлімшелер, азық-түлік, дәрі-дәрмек қоймаларының күзеті күшейеді. Үшіншіден, азық-түлік дүкендерінің, тамақ базарлары мен дәріханалардың жұмысы жалғасады. Кейбір асханаларда жұмыс істейді. Ірі сауда орындары жұмыс істемейді. Сауда орталықтарында тек супермаркеттер мен тамақ ішетін орындар ашық болуы мүмкін. Мұны әр сауда орталықтары мен СС мамандары шешеді. Түнгі клубтар, кинотеатрлар, театрлар, көрмелер, музей және адам көп жиналатын орындардың жұмысы уақытша тоқтайды. Қазақстандағы барлық спорт жарыстары, соның ішінде футболдан Қазақстан чемпионаты да тоқтайды. Той-томалақ өткізуге, ас беруге тыйым салынады. Жерлеу, қайтыс болған адамдардың 70-40 жылдығына намаздарға қатысты билік тарапынан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасынан нақты шешім айтылды. Намаздарға тыйым салынды. Сыртқы істер министрлігінің дерегінше, төтенше жағдай уақытында шетелге жүрген Қазақстан азаматтары елге кіре алады. Тек шетелдіктер кіре алмайды. Елімізге тек қазақстандық және шетелдік дипломаттар сыртқы істер министрлігінің шақыруымен келген халықаралық ұйым делегациялары ғана кіре алады. Қазақстанға басқа елдерден келетін транспорттың барлық түріне шектеу қойылады. Биліктің мәлімдеуінше, ел ішінде көлік қозғалысына, жүк тауар тасымалына шектеу қойылмайды. Ал пойыз, автобустарға Қазақстан ішінде шектеу жоқ. Turkish Airlines, Air Astana, Belavia, Fly Dubai, Etihad Airways, Pegasus Airlines, Uzbekistan Airlines коронавирус кесірінен шетелге сапарға шыға алмай қалған қазақстандықтарға билеттерін қайтаруға я басқа уақытқа ауыстыруға мүмкіндік беріледі. Дәрігер тексеруінен, емделуден, карантиннен бас тартқан, деректерін жасырған адамдар жазаланатын болады. Ал енді бәрімізді алаңдатыратын кредит жағдайына көшейік. Коронавируспен қатар елімізге келген тағы да бір бәле теңгенің құлауы. Естеріңізге сала кетейін, Ресей мен Сауд Арабиясының арасындағы дауға байланысты бүкіл әлемде мұнай бағасы 30%-ға құлады. Біздің экономикамыз мұнайға тікелей байланысты болғандықтан теңгенің де бағасы күрт құлап, қазір долларға 450 теңге берілетін болды. Коронавирус кезіндегі карантин аз болғандай, осы жағдай тағы бар. Дүкендер онсыз да бағаларын өсіруде. Ал кеше ұлттық банк мәлімдеме жасап, доллар бағасын бұдан бұлай ұстап тұра алмайды деп хабарлады. Сонымен төтенше жағдай кезінде несие төлемеуге бола ма? Ол туралы бүгін таңертең арнайы үкімет отырысында қаржы нарығын дамыту және реттеу агенттігінің төрайымы Мәдина Әбілқасымова хабарлады. Мұндағы айта кететін жағдай, көптеген елдерде қазір төтенше жағдай енгізіліп, адамдарды уақытша несие төлеуден босатып, кредитный каникулы енгізіп жатыр. Бірақ Қазақстанда ондай демалыс тек қана бизнеске берілді. Жеке тұлғаларға ондай жеңілдік енгізілген жоқ. Әбілқасымованың хабарлауынша
айтуынша төтенше жағдайға байланысты қарыздарын және микрокредиттерін төлей алмаған жеке және заңды тұлғаларға айыппұл немесе өсімпұл салынбайды. Бұл норманы жеке және заңды тұлғаларға қарыз беретін банктер мен микроқаржы ұйымдарының ломбардтар, кредит серіктестері тағы басқалар барлығы орындауы тиіс. Сонымен елімізде кем дегенде бір айға төтенше жағдай енгізілді. Коронавирус өршіп тұр. Мұнайдың бағасы құлап, доллар өсуде. Бағалар да өсіп жатыр. Келесі айлар біраз қиын соғатыны анық. Бұл жағдайда ең алдымен денсаулықты ойлау керек. Қолыңызды жиі жуып, далаға көп шықпауға тырысып, той дегенге баруды мүлдем доғарыңыз. Ол әсіресе жас үлкендерге арналған ереже. Жаңалықтар сағат сайын келіп жатыр. Олардың барлығын біз қадағалап, ең маңыздыларын шығарып отыруға тырысамыз. Бүгінге осы. Назарыңызға рахмет. Каналға жазылып, лайк басып, осы видеомен бөлісе отырыңыздар. Амандықта кездескенше сау болыңыз.